Будда Шакьямуни. Сөзбе-сөз Шакья руынан оянған данышпан. Біздің заманымыздан бұрын 563-483 жылдар аралығында өмір сүрген. Рухани ұстаз және буддизмнің негізін қалаушы. Үш әлемдік діннің бірі. Туған кезде Сиддхартха Гаутама есімін алған, ол кейінірек санскрит тілінде оянған дегенді білдіретін Будда деп аталды. Сиддхартха Гаутама буддизмнің басты тұлғасы. Оның әңгімелері, сөздері және ізбасарлары мен сұхбаттары қасиетті Будда мәтіндерінің канондық жинақтарының негізін құрады. Ол басқа діндерде, соның ішінде индуизмде де беделге ие. Будда өмірбаянда көптеген қызықты фактілер бар. Біз осы видеода талқылаймыз. Сонымен сіздің алдыңызда Сиддхартха Гаутаманың қысқаша өмірбаяны. Сиддхартха Гаутама Будда шамамен біздің эрамызға дейінгі 563 жылы дүниеге келген. Басқа деректер бойынша біздің заманымыздан бұрын 623 жыл. Қазіргі Непалда орналасқан Лумбин қаласында. Қазіргі уақытта ғалымдарда Будданың шынайы өмірбаянын жаңғыртуға мүмкіндік беретін құжаттар жеткіліксіз. Осы себепті классикалық өмірбаян оның қайтыс болғаннан кейін 400 жылдан кейін пайда болған Будда мәтіндеріне негізделген. Будданың әкесі Раджа Шудходана, ал анасы Коляс патшалығының ханшайымы Махамая патшайым болған деп есептеледі. Бірқатар ақпарат көздері болашақ ұстаздың анасы босанғаннан кейін 1 аптадан кейін қайтыс болғанын айтады. Нәтижесінде Гаутама апасы Маха Праджапатидің қолында өсті. Бір қызығы, Маха да Шудходананың әйелі болған. Будданың бауырлары болған жоқ. Алайда оның Праджапати мен Шудходананың ұлы Нанда деген інісі болды. Оның Сундара Нанда есімді сіңілісі де болған деген нұсқа бар. Будданың әкесі ұлының ұлы билеуші болғанын қалады. Ол үшін ол баланы барлық діни ілімдерден және адамдарға келетін азап туралы білімнен қорғауды шешті. Ер адам баласына кез келген игіліктерді көре алатын 3 сарай салды. Гаутама бала кезінің өзінде әртүрлі қабілеттерін көрсете бастады. Соның нәтижесінде ол ғылым мен спортты үйренуде құрдастарынан айтарлықтай озып кетті. Сонымен бірге ол көп уақытын рефлексияға арнады. Бала 16 жаста болғанда әкесі оған жеңгесі болған ханшайым Яшодхараны жар етіп береді. Кейінірек ерлі зайыптылардың Рахул есімді ұлдары болды. Өмірбаянның алғашқы 29 жылы Будда ханзада Капилавасту статусында өмір сүрді. Сиддхартха толық бақуатты өмір сүргеніне қарамастан, ол материалдық байлық өмірдегі басты мән емес екенін түсінді. Бірде жігіт сарайдан шығып, қарапайым халықтың өмірінде өз көзімен көргісі келді. Будда оның өмірі мен оған деген көзқарасын түбегейлі өзгерген 4 нәрсені көрді. Кедей қарт, науқас адам, шіріген майыт, дәруеш. Сиддхартха Гаутама өмірдің қатал шындығын сол кезде түсінді. Оған байлық адамдарды аурудан, қартаюдан, өлімнен құтқара алмайтыны түсінікті болды. Сонда ол өзін өзі тану жолы азаптың себептерін түсінудің бірден бір жолы екенін түсінді. Осыдан кейін Будда сарайды, отбасын және барлық сатып алған мүлкін тастап, азаптан құтылудың жолын іздеп жолға шықты. Ояну және уағыздау. Қала сыртына шыққанда Гаутама қайыршыны кездестіріп, онымен киім ауыстырады. Әр өңірді аралап, өткен-кеткендерінен садақа сұрай бастады. Бимбисар билеушісі ханзаданың қаңғып жүргенін біліп, Буддаға тағын ұсынады. Бірақ ол одан бас тартты. Саяхат кезінде жігіт медитацияны оқыды. Сонымен қатар әртүрлі мұғалімдердің шәкірті болды. Бұл оған білім және тәжірибе алуға мүмкіндік берді. Ақылдың сергектігіне қол жеткізгісі келген Сиддхартха тәннің кез келген құмарлығын құлдыққа айналдырып, өте аскеттік өмір салтын жүргізе бастады. Шамамен 6 жыл өткен соң, ажал аузында жүргенде аскетизмнің ағартушылыққа апармайтын және тек тәнді тоздыратын түсінді. Содан кейін Будда рухани ояну жолдарын іздеуді жалғастыра отырып, жалғыз өзі сапарын жалғастырды. Бір күні ол Гаяға жақын жерде орналасқан тоғайға тап болды. Мұнда ол аштықты күрішпен тойдырған. Оны жергілікті әйел емдеген. Бір қызығы Будданың физикалық тұрғыдан
шаршағаны сонша, әйел оны ағаш рухы деп ойлайды. Тамақтанып болған соң, фикус ағашының түбіне отырып, хаққа жеткенше қозғалмаймын деп ант етті. Нәтижесінде 36 жастағы Будда 49 күн бойы ағашының астында отырды. Содан кейін ол ояну мен азаптың табиғаты және себебін толық түсінуге қол жеткізді. Оған азаптан қалай құтылатыны да түсінікті болды. Кейін бұл білім 4 асыл ақиқат деген атқа ие болды. Рухани оянудың негізгі шарты нирванаға жету болды. Дәл осыдан кейін Гаутама Будда, яғни оянған деп атала бастады. Өмірбаянының кейінгі жылдарында ол өзінің ілімін барлық адамдарға уағыздады. Өмірдің қалған 45 жылын Будда Үндістанда уағыздады. Ол кезде оның ізбасарлары көп болды. Буддистік мәтіндерге сәйкес, содан кейін ол әртүрлі керемет нәрселер жасады. Адамдар жаңа ілім туралы білу үшін Буддаға ағылды. Бір қызығы, Бимбисар билеушісі де буддизм идеяларын қабылдаған. Әкесінің жақын арада қайтыс болған біліп, Гаутама оған барды. Нәтижесінде ұлы әкесіне өзінің рухани оянуы туралы айтып берді. Нәтижесінде ол өз өліміне аз уақыт бұрын архат болды. Бір қызығы, оның өмірбаян жылдарында Буддаға оппозициялық діни топтар өміріне бірнеше рет қастандық жасады. 80 жасында Будда абсолютті бейбітшілікке, нирванаға жақын арада жететінін жариялады. Ол өлім немесе өлместік емес және ақыл-ойдың түсігінен тыс екенін басшылыққа айтты. Ұстаз дүниеден озар алдында былай деген: барлық құрамдас заттардың ғұмыры қысқа. Бұл үшін бар күш-жігеріңізді салып, азаттығыңызға ұмтылыңыз. Будда Гаутама біздің эрамызға дейінгі 483 жылы немесе біздің эрамызға дейінгі 543 жылы 80 жасында қайтыс болды. Содан кейін оның денесі кремацияланды. Гаутама реликтері 8 бөлікке бөлінген. Содан кейін олар арнайы салынған ступалардың негізіне орнастырылған. Бір қызығы, Шри-Ланкада Будданың тісі сақталатын орын бар. Кем дегенде, буддистер бұған сенеді.